Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Сендерді тіл дамыту сабағында көруге қуаныштымын. Менің атым Исаинова Гүлсім Оразовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тілашар. Айналайын балалар, алдыңда мектеп ана бар. Өздеріңнен өседі өнерлілер, даналар. Өтті қызық көп күндер, 7 жасқа жеттіңдер. Құтты болсын қадамын, құтты болсын талабың. Мағжан атам айтқандай, білім отын жаға біл. Қазақ халқы сөзге шешен, сөз құдіретін қастерлеп келген халық. Сол себептен әр ата-ана баланың жылдам сөйлеп кетуін қалайды. Бала жарты жылға жақындағанда, оның ата-анасы құлағына әуендерді қайталап, неше түрлі өлеңдер айтады. Кейін жаңа сөз айтуға шамасы жеткенде, тілі тез шықсын деген ниетпен қазақтың көне ғұрпы бойынша тілашар тойын жасайды. Тойға мал сойылып, дастархан жайылып, қадірлі, шешен, кемеңгер, ұшқыр тілді адамды арнайы таңдап, тілашар тойына шақырады. Баланың тілі тез шықсын деп, оған қойдың піскен тілін жегізеді. Тойға жиналғандар, жиреншедей шешен бол, сандуғаштай сайрап кет, баланың тілі тез ашылсын деген тілек айтады. Әрі қарай бала тілінің қалыптасу үшін қазақтың әңгіме ертегісін, әдепті сөздерін, мал, аң, құс атауларын ұқтыра бастайды. Тілашар тойын кейін баланың оқыған кезінде алғаш әріп танып, әріп оқып, сабақ оқи бастағаны кезінде де істеледі. Бұл тілі шыққан баланың оқудағы тілашары болмақ. Бұл дәстүр қазір әліппе тойы деп аталуда. Балалар, қараңдаршы, бізге сабаққа тілазар бала келді. Осында мектепке баратын балалар бар деп естіген соң сендерге келдім. Мен де сендермен мектепке барғым келеді. Жоқ, тілазар, сен мектепке баруға әлі дайын емессің. Біз сені жібермейміз. Неге дайын емеспін? Неге мені мектепке жібергілерің келмейді? Мен түсінбеймін. Маған себебін айтыңдаршы. Неге сен айнаға зер салып қарамайсың? Неге шашыңды дұрыстап тарамайсың? Неге таңертең бет қолыңды жумайсың? Неге мына тырнақтарыңды алмайсың? Неге үнемі кір боп жүресің? Неге тек біреуге кесір тигізуді білесің? Неге сен ата-анаңның айтқанын ұғып алмайсың? Сен сияқты кір, қожалақ баламен ешкім де дос болғысы келмейді. Мектепке баратын балалар таза жүру керек. Олар білімді, ақылды болу керек. Біздің мектепке баратын балаларға қарашы, қандай ұқыпты, қандай таза. Мен мектепке баратын сөмкемді дайындап қойдым. Онда ішінде не бар екенін көрейік? Мынау сабақта шөлдесен ішетін суым. Мынау кәмпит. Мынау бәліш, қарным ашқанда жеймін. Ал мынау жастық, сабақта шаршағанда ұйықтаймын. Ал мынау оятқыш, мені оятады. Иә, керемет. Сонда сен оқулықтарыңды қайда саласың? Білмеймін. Балалар, тілазар мектепке апаратын заттарын дұрыс салды ма? Онда оған көмектесейік, бейне роликті көрсетейік. Оқу құралдары. Сәлем, балақай. Оқушыға қандай заттар керек? Оның үстелінде қандай оқу құралдары жатады? Кел, бірге көрейік. Әліппе. Балаларды әріптермен таныстырады. Дәптер. Оған оқушы жазу жазады. Қалам. Онымен дәптерге жазуға болады. Қарындашпен
сурет салуға, сызуға болады. Өшіргіш. Қарындашты өшіру үшін керек. Сызғыш. Сызықтарды түзу сызу үшін керек. Фломастерлер. Суретті әртүрлі түске бояу үшін қолданылады. Альбом. Оған сурет саламыз. Акварель бояулары және қылқалам. Альбомға әдемі суретті салу үшін керек. Желім. Қағазды жабыстыру үшін керек. Қайшы. Қағазды кесу үшін керек. Ұштағыш. Сынып қалған қарындаштарды ұштау үшін қолданылады. Қаламсауыт. Оның ішіне қарындаш, қалам, сызғыш және өшіргіш саламыз. Енді сен оқу құралдарын білесің. Онда бірнеше сұраққа жауап бер. Қарындашты өшіру үшін не керек? Өте жақсы. Өшіргіш. Қағазды жабыстыру үшін не керек? Бәрекелді. Желім. Қағазды кесу үшін не керек? Өте жақсы. Қайшы. Балалар, Тілазарға айтыңдаршы, мектепте өз-өзіңді қалай ұстау керек? Иә, мектепке кешікпей барып, әрқашан таза жүріп, сабақта шуламай, мұғалімді тыңдап, білім алу керек. Жауап бергің келсе, қолыңды көтеріп, мұғалім айтқанда орныңнан тұрып айту керек. Мен енді түсіндім. Жастықпен үйдегі төсекте ұйықтаймын. Сағатты да үйге апарып қоямын. Мені ерте ояту үшін. Ал бәліш пен кәмпитті сабақта жемеймін. Тек үзілісте ғана. Бұдан былай мен енді. Таң атқанда ұйқымнан ерте тұрамын. Тісімді тазалап, бет-қолымды жуамын. Әрқашан ұқыпты, таза жүремін. Мен енді әдепті бала боламын. Мен де енді мектепке барамын. Оқып, білім аламын. Мінеки, Тілазар, сен енді жарадың. Мен сені мақтан тұтатын боламын. Мен онда үйге барып оқу құралдарымды дайындай берейін. Жақсы, Тілазар. Кетерде бір мақалды тыңдап ал. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Бұл мақалдың мағынасын түсінбедім. Өмірді жақсы сүріп, қалаған мақсаттарына қол жеткізу үшін еңбек ету керек. Ал еңбектену үшін білім керек. Сондықтан да сендерге үлкен жетістіктер мен сәттілік тілеймін, балалар. Таудай болсын талабың, ашылсын тілің, қарағым. Оқу сіңіп санаңа, жарқырай берсін қабағын. Мақтанышы бола біл, ата менен анаңның. Балалар, сендер сарайымыздан ұшып бара жатқан түлектерсіңдер. Сендерге тек ақ жол тілейміз. Білім көгінде қанаттарын талмай самғай берсін. Сау болыңдар.